Бірінші. Марат. Жасайым жүзге жеттім. Жарайсың. Күнделіктерін еске толсын. Сабақта жақсы оқыңдар. Аман болыңдар. Өмірлерің жүзге толы. Жарайсың. Алланың ризасына мың жасаңдар. 100 жасаңдар. Жарайсыңдар. Ал балалар, кішкене көңіліңіз көтеріліп қалды, я? Ал енді 1-ден 5-ке дейін санайықшы. Марат. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді сендер бірінші топ болдыңдар. Бірінші партаға отырамыз, бірінші топ. Отырамыз. Ал Ақтілек. 3, 4, 5. Енді екінші топ болдыңдар. Екінші партаға отырамыз. Берілген сол тақырып бойынша топтарымызға ат қойып аламыз. Қайнен аппаратты алайықшы. Ал қанеки балалар, үйге берген тапсырманы пысықтап алайықшы. Үйге қандай тапсырма беріп едім? Айта қой Ақтілек. Тірі ағзалардың қасиеті. Жарайсың. Тірі ағзаларда қандай тән қасиеттер бар екен сонымен? Қане кім айтады? Қане алға айта ғой. Тірі ағзалардың ортақ қасиеттері жасушадан пайда болуы, көбеюі, бейімделуі, өсуі мен дамуы. Жарайсың. Бағалы парағымыз. Қане бағалы парағын дайындап отырайық. Топташылар. Ал қоректену дегеніміз не екен? Қане Гүлсезім айта ғой. Тірі ағзалардың қоректенуі. Қоректену дегеніміз ағзаның өзіне қажетті заттарды және энергияны сіңіруі. Жарайсың, отыра ғой. Ал тыныс алу дегеніміз не екен, балалар? Айта ғой, атмосфера тобы. Тыныс алу дегеніміз организм оттегін сіңіріп, көмір қышқылдарын шығару керек. Жарайсың. Ал көбею дегеніміз не екен? Айта ғой, Айгүл. Тірі ағзаларға тән қасиеттің бірі көбею. Көбею ол тірі ағзалардың жойылып кетпей сақталуына көмек көрсетеді. Ал жарайсыңдар балалар. Жалпы осы тірі ағзаларға тән қасиеттер, я? Ал енді өткен тақырыпта айтайықшы. Тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейі. Қандай ұйымдасу деңгейіне қарай топтастырып қарастырады екенбіз? Айта ғой, Жібек. Молекулалар деңгейі. Молекулалар бірігіп жасуша құрайды. Я. Жасушалар бірігіп инсанды құрайды. Жарайсың. Ағзалар бірігіп мүшелді құрайды. Жарайсың. Бірігіп ағза түзеді. Ағзалар бірігіп популяция түзеді. Ең жоғары деңгей биосфералық болып бөлінеді. Жарайсыңдар балалар. Ал осы жасуша дегеніміз бірінші ұйымдастыру деңгейіндегі жасушаны ағзаның ең кішкентай бір бөлшегі деп алдық, я? Жалпы жасуша дегеніміз не екен сонымен? Кім айтады? Қай топ айтады? Қай топтың жауабы дайын? Қане? Гүлсезім. Гидросфера тобы. Дегеніміз ағзаның ішіндегі ең кіші бөлігі. Жарайсың. Келе ғой. Суретке қарап түсіндіріп бере аласың ба? Жасуша қандай бөліктерден тұрады? Қандай бөліктерден тұрады екен жасуша? Жасуша ядро қабатынан, цитоплазма және сыртқы қабатынан тұрады. Сыртқы қабаты, цитоплазма қабаты және ядро бөлігінен тұрады, я? Жалпы осы сыртқы қабаттың атқаратын қызметі қандай? Ол қорғанышты қызмет атқарады екен, я? Ал цитоплазма? Цитоплазма қоректену қызметін атқарады. Ал ядро дегеніміз, ол қандай қызмет атқарады? Жасушаның көбеюіне қатысады. Я, жасушаның көбею қызметіне қатысатын органоидының бір түрі болып табылады, я? Отыра ғой, Гүлсезім. Ал органоид деген не екен, балалар? Кім айтады? Қайсы топ айтады? Қане? Органоид дегеніміз жасушаның арнайы қызметін атқаратын мүшесінің айтамыз, я? Органоид деп. Жалпы осы жасушаны біз көзбен көре аламыз ба? Жоқ, арнайы құралмен көреміз, я? Ал енді бүгінгі жаңа тақырыпты жазып алайықшы. Тірі ағзалардағы микроскопиялық зерттеу. Жазамыз. Ал енді балалар осы
алатын құралымыз бар екен. Ол құрал микроскоп, иә? Микроскоп, жалпы осы микроскоптың құрылысына келетін болса, негізгі 7 бөліктен тұрады екен. Жалпы бірінші окуляр, екінші тубус, үшінші объектив, төртінші зат стелі, бесінші бұрандасы, алтыншы штативтен тұрады, және бесінші, ал алтыншы айна бөлімінен тұрады, иә? Бұл біздегі осы окуляр мен объектив дайындап алдық. Бұл жерде қазір пияздың қабығының сілемейлі қабатын алып көреміз, иә? Бірінші әр топтан бір оқушыдан шықсыншы. Литосфера, биосфера, гидросфера, атмосфера топтарынан. Қане кім шығады? Іңкәр шыға ғой, Назерке шыға ғой, Гүлсезім, атмосфера жібек шыға ғой. Ал көрейікші балдар. Ya, gördük ya. Al ballar niye göründü mikroskoptan? Mikroskoptan жасушаны көрдіңдер, иә? Бұл жерде пияздың сілемейлі қабатының жасушасын көрдік. Жасуша қанша бөлікке бөлінген екен? Қандай? Ядро, Бұл жерде жасуша бір-бірімен жалғасып қалған, иә? Сыртқы қабаты, иә? Ерекшелігі. Ал екінші цитоплазма қабаты, қоймалжың сұйық қабаты. Үшінші ядро қабаты, иә? Ал енді жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сендерге сабағымызды қорытындылай келе, балалар, микроскоп сонымен қандай құрал екен? Атмосфера тобы. Кім жауап береді? Айта ғой, Аймекен. Микроскоп, біз микроскоп арқылы кішкентай заттарды ұлғайтып көре аламыз. Көретін құрал екен, иә? Жалпы осы микроскопымыз қандай бөліктерден тұрады екен? Кім айтады? Ал литосфера тобы. Асал, айта ғой. Микроскоп 7 бөлікке бөлінеді. Бірінші окуляр, екінші тубус, үшінші объектив, төртінші жұмыс стелі, бесінші бұранда, алтыншы штатив, жетінші айна. Жарайсын, отыра қоясың. Ал осы 7 бөліктің атқаратын қызметін түсіндік па? Кім айтады? Қане? Қандай қызмет атқарады екен? Бірінші. Окулярдың қызметі қандай екен? Саннан алған денені ұлғайтып көрсетеді. Окуляр бірінші, иә? Ал екінші, айта ғой. Кім айтады? Екінші, айта ғой. Тубус окуляр мен объективті қосады. Жарайсын. Ал объективші, қандай қызмет атқарады екен? Айта ғой, Айгөз. Объектив бейне немесе нысанның ұлғаюын қамтамасыз етеді. Жарайсын. Ал төртінші бөлігін кім айтады? Қай топ айтады? Ал Гүлсезім айта ғой. Бұранда тубусты немесе заттық істерді көтереді және түсіреді. Иә, жарайсын. Ал бесінші бөлігі? Айта ғой. Айна стелдегі тесікке сәулені бағыттауға түсіріп көмектеседі. Жарайсыңдар. Ал алтыншы бөлігі қай бөлік еді? Жарайсын, айта ғой. Микроскоптың барлық бөлшектерін ұстап тұрады және орналасуын қадағалайды. Дұрыс, жарайсын.